Сақал ол сүннет. Сүннет. Уәжіп деген кезде ол жаңа кейбір имамдардың иштихадта пайғамбар сақалдан қойыңдар деген сөзінен алып жатыр. Сондықтан ол сахабалардың бәрінде сақал бірдей болмаған, ол әртүрлі формада болған. Сондықтан ол сүннет амал, пайғамбарымыздың жасаған сүннет амал. Пайғамбарымыз екінші бір хадисте Алла Тағала сендердің түрлеріңе, киістеріңе қарамайды, жүректеріңе қарамайды. Мәселесі тақуалық сақалда емес, тақуалық киімде емес, тақуалық бала қысқартуда емес. Дұрыс, біз ол нәрсені орындаймыз, пайғамбарымыздың сүннетін орындау мақсатында. Пайғамбарымызға ұқсау мақсатында, міне сүннет дейді. Ал пайғамбарымыз екінші бір хадисте не дейді? Сендер менің сүннетімнің шамасы келетінін орындаңдар дейді. Біз хадисті жинап түсінеміз. Мына хадисті бөлек, мына хадисті мына жеке-жеке түсініп алып, бөлік шығармауымыз керек. Пайғамбарымыз айтады, менің сүннетімнің шамасы келеді. Сақал қоюға шамаң келе ме? Қой. Бала қысқартуға шамаң келе ме? Қысқартып ал. Бірақ қысқартпай жүрген адамды сен күнәһарсың деп айта алмайсың. Өйткені ол да хадисте амал айтып жатыр. Не деді? Сен олардан емессің деді. Анта ласта минал хуяла. Хуяла деген сөз тәкаппарлардан емессің сен. Яғни қимай қойсаң болады деді Абу Бәкір.